Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз творожный пирог жасаймыз. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіз. Видеолар ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен біз тестосын дайындап аламыз. Майымыз бен шекерімізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып тағы араластырамыз. Сіздер венчикпен де неғылсаңыздар болады, араластырсаңыздар болады. Араластырып болғаннан кейін ұнымызға қосқышымызды қосып, ситадан өткізіп саламыз. Міндетті түрде ситадан өткізген дұрыс. Сита болмаған соң осылай салдым. Міндетті түрде 240 граммнан артық ұн салмаймыз. Тек қана 240 грамм салу керек. Одан аз да көп те болмау керек. Бізде осындай тесто шығу қажет. Өте жұмсақ, басқанда езілетіндей. Біз бұны салмамызды дайындағанша дейін холодильникке қоя тұрамыз. Енді біз ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Бізге 350 грамм творог қажет. Соған бір жұмыртқамызды, шекерімізді салып араластырамыз. Енді біз жақсылап миксерлеп біркелкі масса жасаймыз. Жақсылап взбивать етіп алғаннан кейін 2 қасық сметанамызды қосып жібереміз. Бұл жерде сметананың қандай түрі болса да қоса бересіздер. Бізде осындай масса шығу қажет. Енді манная группа қосамыз. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауынша. Негізі бұл манная группаны қоспаса да болады. Но қосқан кезде бір өзгеше дәм береді. Енді ванилинімізді саламыз. Бізде осындай салма шықты. Жаңағы қамырымызды 24 диаметрлік формаға видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Осылай жайып шығамыз. Шегін ондай қатты қалың қылудың қажеті жоқ. Истов вилкамен түзелеп шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей теп-тегіс қып түзелеп аламыз. Енді салмамызды саламыз. Осылай түзелеп аламыз. Бетін теп-тегіс қылып. Осылай мен безендіріп шығамын. Вареньенің шиесімен безендірмесе де болады. Просто әдемілік үшін. Енді біз 180 градуста қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз.
Пештен шығармастан бұрын пеште 5 минут тұру қажет және шығарғаннан кейін формадан ыстық күйінше босатпаңыздар. Суығаннан кейін босатыңыздар. Видео ұнаса, рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетейік.